Жамбыл өңірі рухани қазына мекені, тағылымы терең тарихы, өнері мен мәдениеті өскелең ұрпаққа ұлағат болған облыста бүгінгі таңда 537 мекеме халыққа мәдени қызмет көрсетеді. Ежелгі Тараз ел шежіресі. Тараздың көркі мен рухани келбеті өзгерді. Қала тотыдай таранып, жаңа заманға сай түрленіп, өсіп өркендеуде. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұра тізбесіне Жамбыл облысында орналасқан көптеген кешендер кірді. Қазақстанның киелі жерлері картасының тізіміне облыстан 8 тарихи мәдени ескерткіш, қасиетті орындарының картасына 27 ескерткіш іріктеліп, кітаптарға енді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 29 жас маман жұмысқа орналасып, 10 маман баспана несиесімен қамтылды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы сәтті жүзеге асып, 249 нысан күрделі және ағымды жөндеуден өтті. 2018 жылы облыста 3 музей қолданысқа берілді. Қала саябақтары, скверлері жаңартылып, Бауыржан Момышұлы атындағы ерлік мемориалдық кешені ұсынылды. Облыстың 80 жылдығы қарсаңында тек тұрмас этно-тарихи және көне Тараз тарихи этно-мәдени кешендері бой көтерді. Тараз мұралары атты көп томдықтар сериясының алғашқы 80 томы жарық көрді. Өткен жылы облыстық қазақ драма театрына Асқар Тоқпановтың, облыстық филармонияға Кенен Әзірбаевтың есімдері берілді. Облыс өнер шеберлері Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесімен Астананың 20 жылдығына мерекелік көңіл күй тарту етті. Жыл сайын облыс аудандары мен елді мекендерінде әлеуметтік бағытта түрлі байқаулар өткізіледі. Бүгінгі таңда 130 ауылдық округтегі кітапханалар жанынан 176 цифрландырылған ақпараттық және коворкинг орталықтары ашылып, жастардың бас қосатын орындарына айналды. Облыстық филармония әртістері шетелдерде өтетін түрлі мәдени шараларда оза шапты. Дәстүрге айналған республикалық өнер конкурстары да талай таланттардың бағын ашты. Облыстық қазақ, орыс драма театрлары халықаралық театр фестивальдеріне қатысып, өнер өрісін кеңейтті. Аудан әкімдерінің қолдауымен өнерпаздар халықаралық фестивальдерде топ жарып, ыстық ықыласқа бөлінді. Елбасы ұсынған ауқымды бағдарламалар шеңберінде өңірде мәдени жобалар нақтыланып, тиісті жоспарлар түзілді. Игі істерге жұмыла кететін Жамбыл жұртшылығы да рухани жаңғыру бағдарламасының 2 жылдығын осындай табыстармен қарсы алды. Облыс мәдениетінің дамуы кемел кебеті мен береке бірлігінің жемісі.